Баршаңызға сәлем. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Бүгін біз шетел азаматтына арналған ЖСН туралы айтатын боламыз. Менің YouTube каналыма жазылыңыз, лайк басыңыз. Арна көрермендердің өтініштеріне байланысты бүгін біз шетел азаматы ЖСНді қалай алуға болатыны туралы айтатын боламыз. Жеке сәйкестендіру нөмірі бұл жеке тұлғаға бір рет және өмір бойы берілетін 12 таңбалы сандық код. Жеке тұлғаға ЖСН-ні не үшін қажет? Мемлекеттік органдар оны сәйкестендіру үшін қолданады. Бұл нені білдіреді? Яғни, құжаттарды алу немесе қабылдау, некені тіркеу, мүлікті немесе көлікті тіркеу үшін және жай ғана банкте төлем жасау үшін сіз бұл атышулы ЖСН сіз жасай алмайсыз. Өйткені компьютерлік жүйелер кез келген нәрсені жүзеге асыра алатындай етіп жасалған, онда қандай да бір іс-қимыл жүргізу және ЖСН деректерін енгізбеу мүмкін емес. Сіз оны алуыңыз керек және оны алу оңай. Ол үшін халыққа қызмет атқару орталығы барып, онда құжаттарды тапсырасыз немесе e-gov электронды үкімет порталы арқылы өтінім тапсырасыз. Құжаттар тізімі аз. Егер осы халыққа арналған органдарына арқылы тапсырсаңыз, онда өтініш пен жеке басын куәландыратын құжат егер электронды үкімет порталы арқылы болса, онда электрондық цифрлық қолтаңбасы және шетел азаматын жеке басын куәландыратын құжатын көшірмесі. Егер сіз біреудің ЖСН-ді ресімдеуді сұрасаңыз, онда өкілдің сенімхатын қоса тіркеу қажет. ЖСН алу үшін ешқандай төлем жасаудың қажеті жоқ. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі бір жұмыс күні. Бірақ олар бас тарту мүмкін. Бұл барлық құжаттар немесе қолданылу мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда немесе олар дұрыс емес болған кезде орын алады. Егер сізде ЖСН алу бойынша қандай да бір сұрақтар туындаса, Насханов және серіктестер адвокаттық кеңсесіне хабарласыңыз. Біздің мамандар сізге көмектеседі. Бейне сипаттамадағы байланыс нөміріне. Бүгінгі осы. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Лайк басыңыз және менің YouTube каналыма жазылыңыз.